Жауыңды жеңіп ел алсаң, қатын балаға тимегін, жазықсыз жанды жылатпа, қайратыңа мастанып, кем адамды кемітіп, қағып соғып құлатпа. Қарты көрсең қайрылы, барың болса беріп кет, үй-үйден қайыр сұратпа. Жауыңды жеңіп ел алсаң, ел сенгенше өзіңе сол жерде жылдап тұрақта. Ердің құны болса да, алдыңа келіп қалған соң, қол құсыр барған соң, аса кеште қоя бер. Мынау Серікбол Қондыбай біздің замандасымыз, 36 жасында өмірден озып кеткен Серікбол Қондыбай замандасымыздың жауынгерлік рух кітабынан үзінді. Бұл Қырымның батыры, сол жерде Аңшыбай, қартайған Аңшыбай батыр Парпария деген баласына осындай өсиет айтады екен. Өсиеттің бірнеше тарауы бар, бірақ мынау этикаға қатысты, иманға қатысты негізгі сондай тарауы ғой. Сонда бөтен елде жүріп, жылатпа, кемсітпе, қайырлы бол деген үйретеді. Ал өз елінде жүргенде батыр одан да мейірімді болу керек деген ұғым болған ғой. Серікбол осы кітапты жазғанда 90-шы жылдары жазған ғой. Бұл кітапты жазып та үлгермеді, қолжазба түрінде компьютерінде қалды. Сол кезде біздің әскер қандай болады, тәуелсіздік Қазақстан әскері қандай болады, бұйрықтар қандай болады, ғұрыптар қандай болады деп талай нәрсе жазып кеткен. Талай қорғаныс министрлерге жеткіздім бұл кітапты, одан пайда жоқ. Қазір бұл кітапты енді Шетпе деген ауылда, Маңғыстауда Шетпе деген ауылда музей бар, мемориалды музей Серікбол Қондыбай атындағы. Сол жерден алдыртуға болады, хат жазып, емейл тауып, интернеттен. Олардың парақшасы Инстаграмда, Фейсбукта анық бар, енді ТикТокта білмеймін. Тағы да айтар сырым бар, бар ынтаңмен ұғып ал. Айел деген арбаушы, ойыңды одан аулақ сал. Есіңнен еште шықпасын үйдегі бала сүйген жар. Мынау Серікбол Қондыбайдың жауынгерлік рух кітабында тағы да Аңшыбай батырдың Парпария деген баласына, жас батырға айтқан өсиеті да отауға, жарына адалдық туралы айтады.